Бүгінгі видеода біз интернеттегі танысу мен осы жолы негізі қыздың атында отырмын. Қыздың атынан осы видеода біз қыздың көзқарасын қараймыз. Қызға қанша адам жазады сайтта, интернетпен. Так, кеттік. Негізгі сайт бізде друг вокругқа кіреміз. Мен қазір қыздың сайтында атынан отырмын. Егер мен ұлдың атынан отырсам, ешкім маған жазбайды. Сондай заң. Міне, қыздың Асел деп қойдық, бір қызды қойдық интернеттен. Және осы бір 2-3 сағатта маған осынша шама SMS-тер келе бастады. Бұл нені білдіреді? Интернеттен танысқан өте дұрыс еместігін білдіреді. Міне, бәлембай адамдар жазып жатыр, қалайсың деп бәрі. Қарап отырып мен таңғалып жатырмын. Далада жігіттер осылай танысса, басқаша болар еді. Және де әрине осы қыз, мысалы, мен қыздың атына отырмын. Егер менің орныма басқа қыздың өзінің логині болса сайтта, онда бұл жақта ол жауап бермес еді. Және де мен арасында отырам, осындай друг вокруг деген сайтта. Бұл жақта өте қиын номер алсаңыздар да, кездесіп жатсаңыздар да, ойдағыдай қыздар болмайды. Мысалы қазір міне қалайсың деп жазыпты біреу. Бәрін ашып оқиын. Біреу до утра қанша аласыз дейді. Енді бұл басқаша ойлап жатқан жігіттер болу керек. Привет дейді. Көбінесе 39-36 жастарын қарасаңыздар, 29-38 үлкен жастар. Өйткені неге осылай жазады? Осындай жастар, мен сіздерге айтып кетейін. Сол 25 пен 33 аралығы екен көбісі. Өйткені бұл жігіттер далада таныса алмайды. Егер далада танысатын болса, онда осы сайтта отырмас еді. Танысып отырайық, қайдан боласың дейді. Міне, өздері жазып отыр. Бәрін ашып шығайын. Как дела дейді. Моя золотая деп. Бұл негізі қателер. Өйткені қызға үйтіп жазудың қажеті жоқ. Өйткені көптеген комплименттер қыздарда бұзады. Үйтіп жазудың қажеті жоқ. Көп жазған сайын қыздар аз жазады. Ол 3 сөз жазса, мен 1 ау десем, ол 3 сөзден жазып жатыр. Ол дұрыс емес. Негізі қателіктерде оларда SMS-пен, WhatsApp-пен жазған кезде көп қате. Тағы біреу жазыпты, міне маған тағы да біреу келді. 2 адам жазыпты. Қазір ғана болмаған осы сообщение, қазір ғана жазып жатыр маған. Привет, как дела дейді. Бәрінде бір стиль. Қызды қызықтыру өте қиын болады, мысалы. Привет, как дела? Екіншісі қалайсың? Как дела деген сөз да. Бұл ақша туралы сұрап кеткен ба? Привет, сәлем, привет. Біреу гүл жіберіпті. Бұған енді жазсақ па? Өйткені бұл басқа жігіттерге қарағанда кішкене өзгеше болып отыр. Бүйтіп қойық. Бір қарап көрсе болады. Привет. Біреу орысша жазыпты. Қалайсың дейді. Негізі көптеген қателіктер SMS-пен дұрыс жазбайды. Негізі интернеттің өзі дұрыс емес танысқан. Далада ондай танысуларды көрмейсіңдер. Көбісі далада, шынымен айтсам, қоян. Мен өмірімде көрмеппін далада танысып жатқан. Интернетте бәрі батыр дегенде осындай айтса болады. Привет. Бұлардың көбісі негізі танысуды толық білмейді. Привет. Сонымен қаншама адам жазыпты. Қалайсың дейді. Бәрін жеке-жеке ашып жатырмын сендерге. Привет, қалайсың? Бәрі бір уақыт бір немен жазады.
Так, қарап отырмыз. Біреумен сөйлескен ғой. Так, 30 жастағы тағы біреу жазыпты. Мен айтам да, сен жас қыздарға не үшін қарайсың, сенің жасың 39-40-тарда десем, кешірім сұрап жатыр. Извини, если обидела дейді. Ол өте дұрыс емес. Негізі қыздан кешірім сұраудың қажеті жоқ, ол өте дұрыс емес. Онда өзін төмен ұстау деген білдіреді. Да деп қойық. Дальше кеттік. Қыздан кешірім, қалай сұлу қыз дейді. Енді сұлу екенін өзім де біліп тұрмын, сұлу екенін, суретте әдемі қыз тұр да, неге ол сұлу қыз деп жазады. Жақсы деп қояйық. Негатив жоқ та, бәрі мақтайды. Ондай қыздарды сендер қарата алмайсыңдар, ондай түрлермен. Басқаша керек. Методика басқаша керек. Бұл жігіттік кішкене өзгешелеу. Роза жібіпті маған. Өте қызық. Басқаларға қарағанда жауап берсе болады. Так, друзьялар қапта кетті менде. Бірнеше друзья. Так, дұрыс емес. Өзіміз көріп жатқандай 2 сағатта қанша адам жазған маған? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жігіт жазған 2-3 сағат аралығында. Сол себептен қорытындай келе, менің айтарым, интернетпен танысуға болмайды. Мен келіспеймін негізі танысуға. Ол негізі біріншіден айтып кетерім, бұл жақта жақсы қыздар аз. Екіншіден, ойдағыдай қызды бұл жақта таба алмайсыңдар. Суретте әрине бәрі әдемі, кездескенде мен қанша ретте тексеріп көрдім, интернетпен мен таныса аламын. Қанша рет кездестірдім, бірақ ойдағыдай қыз шықпады. Тура ойдағыдай шықпады. Сөйлеген жақсы болғанмен де түрі болмайды, түрі жақсы болғанмен сөйлеуі дұрыс сәйкес келмейді. Сондықтан жігіттер, далада танысамыз, осындай сайттарда отырмаңдар. Көрдіңіздер ме, қаншама адамдар қызға жазылайды бір күнде. Әрине қыз ол шаршайды, жауап бермейді. Егер күніне 100 сообщениеден жазып отырса, онда білмеймін. Онда қыздың қызығушылығы сендерге 100%-да негізі санасам 1%-ға түсіп кетуі мүмкін. Ал далада таныстыңдар, ол 50%-дан жоғары ба, өйткені далада ешкім таныспайды. Сондықтан далада танысамыз. Осы видеолар үшін лайк басамыз, тіркелеміз, әлі талай қызық видеолар болады.